Selam aleyküm, efirde zaman. Bugün Mayıs'ın 18'i ve Kırım işgalinin 1175. günü studiyada Mavile Muhtarova çalışam. İşgal etilgen Kırım'da 1944 senesi Mayıs'ın 18'i Kırım Tatar sürgünlüğünün yıllığına bağışlanған bir sıra matem tedbiri olup geçti. İşgalci hakimiyet Kırım Tatar halkı genocidinin kurbanlarına anma tedbirlerinin geçirilmesine yasakladı. İşgal altındaki yarımadanın sözde prokuraturası, meclis azaları ve cemaat erbaplarını tembihleyen edi. Bugün bakmadan Kırım Tatarlar ecdatlarını anmağa çıktı. Бақчасарайда чечек қойылған абидені сабадан Георгий Шереті еле машина блок етті. Қырым татар байрақлары еле 5 машина тоқтатылды. Сөзде махкеме ярын саат 2-де башланacak. Оларға 10.000 рубле пара жазасы беріле білем. Ахмеджеттегі Ленин мейданында пикетке шыққан Сервер Караметов тұтылды. О қолына Қырым татар байрағына алған, ондан қанунсыз тедбірінің кешірілмесінен бағлы малюмат алып еберділер. Sudakta da insanlar duağa toplaştı. Allah kısmet etse bizim devletimizi de kuracak. Bunlar ne yapsalar yapsınlar. Boysunmadık, boysunmayacak. Boysunmadık da gidecek. Meclisimiz var, her vakit olacak. Я ничего не нарушил. Я ни одну статью Российской Федерации еще не нарушил. Я пришел со своей мамой-старушкой, вот смотрите. Вот, с ней помолиться. Который в шкотском вагоне везли в свое время. Вы меня увидели и решили, что я тут что-то организовываю. Люди сами пришли. Вопросы есть ко мне? А как в одно время? Да потому что обеденный перерыв. Потому что обеденный перерыв. 12 часов обеденный перерыв, люди подтянулись. Я не запрещаю. Кырым Mühendislik Pedagogika университетінің студенттеріні işgal etilgen Ахмеджетте полиция хазимлері қаршылады. Али оқу йортының кірішінде 4 işgalci оқу қоройжы тұрып, чанталарының көстермелеріні талап етейді. Тумбочки готовим к осмотру. Рюкзак к осмотру. Матем тедбірлері Херсон велетінде кешірілді. Сабадан башлап Новоалексеевка қасабасында сүргінлік құрбанларына аңдылар. Тәфсилатлы Жалевхамызда тариф етіле. Саба саат 11 Койсакенлері Межлис ве Ерлі акиметінің векеллері Матем митингіне топлаша. Туған топырақтан сүргін етіліп елек олғанларыны аңмақ үшін мында келдік. Бұл бізім тарихымыз, оны білмек керекміз. Біз инсанларға қол тұтмаға келеміз, оларны ұнытмайық. Я крымская татарка. Тому, что мама моя еще жива. Мен Қырым татарым. Анам 13 yaşında сүргін етілген еді. Чоқ шей көрдік. Қырымда яша едік. Шымды есе оны зиярет етіп оламайым. Оңа істегенде барып оламайым. 13 років їй було. Он бір бұчықта митинг iştirakçıları Demir yol keçтіне yol aldılar. Анда Геничес районы devlet memuriyetinin teşebbüsü ile 1944 senesi Mayıs 18 vakıyaları gösterildi. Новоалексеевкада vagon koyuldu. 73 yıl evvelsi Kırım tatarları Kırım'dan bu şekilde çıkarılgan edi. Все-таки вагоны разные. Вагонлар фарқлы ола. Бұтын дүнияда окунлері олған тимсал ишаретлері берілі еді. Бұл вагон менің үшін ади бір вагон дегіл. Бұл ашалав, ақаретлев, ярдым олмағанына ифаделеген бір вагон. Бұл вагон қаршылық тимсалы олмақ керек. Украина Қырымға қайтмақ керек. Ич бір халық бүгін Русия Федерациясы олғаны кібі фашист бір халық олып, башқа халықларны оларының топырақларынан сүргін етмеге тырышмамалы. Никакой больше народ не становился фашистующим народом, как сегодня стала Российская Федерация. Уле вақтында Украинада сукунет даққасы акция солып кечті.
Виктор Пономарев, Диана Аргинская, Яна Лукашова, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Украинаның пайтақты матем тедбірлеріне қошылды. Киевдегі мұстақылық мейданында Қырым татар сүргінлігінің құрбанлары аңыла мұхбиріміз Эльвина Сейтбулаева анда болуна. Шынды біздер мұстақыл мейданында болуынамыз. Бір-екі дақыдан сон матем тедбірі башланacak. Мұнда имамларны енді рас кеттірдік, оларны көрдік, оларда дуа оқып, сүргінлікте елак олғанларының қатырасына анacaklar. Тедбірде іштірак еткенлер сырасында Қырым татарлармен бір-бір әмде Украин, әмде дигер милет векілері де келді. Олар дестек өстермек үшін мұнда топлаштылар. Малюм олғаны кібі 4 сене девамында ярымадада матем тедбірлерінің кечірмеге ясақ бөле қарарны ешғалжелер қарар шығардылар, ама бұна бақмадан біздің ватандашларымыз мұнда Киевге келділер. Олар сырасында Зүре Умерова, Зүреужа, кімлерінен келді, не қадар инсанлар ве несвет. Қырымдан кемер койде, мисалы үшін, бір маршрутка киралық тұттып келділер, 20 адамдан зияде. Поезден де келдік, еркеште өзара аланшып, ама мақсус митингке келіп, біздің мақсадымыз Украинаға біздің Қырым татарларын ұнытмасын. Біз Украина, Қырым татар халқы, Украина ватандашы өзімізін саямыз, ве біздерді Порошенканы сайладық, ве улар елінден келгенні, бұтын дүниядағы девлетте лидерлеріні, бұтын дүнияда олған тешкілатларға біздің Қырым татарларын вазиетіні Қырымда айтсынлар, анлатсынлар, ве озын боржыны біздің ақықларының қорчаласынлар. Тедбір бір-екі дақадан сон башланacak, о 1,5 saat devam edecek ve da tafsilatlı malumatını biz ileride zaman informasyon programmasında айтacağımız. Studiya. Мемлекет үкіметі Қырым татар халқы сүргінлігінің құрбанларына аңды. Украина баш назирі Владимир Гройсман назирлерге 1944 сенесі майысының 18 күніні қатырлатып, ешғал алтындағы Қырымның шымдықы вазиетіні 2-ші жан женкі вақтында олған тоталитар совет режимі еле қияслады. В 21 сторіччі ми маємо 21 асырда айны режимнің әлеметлеріні көреміз. О Қырым татарларына туған Украин топрағымызда, ешғал етілген Украин Қырымымызда болған. Көреш девам ете, Қырым татарлар медениет, азатлық аққындан марум қалды. Бұл халқнен бағлы әр шей сыңырлана инсанлар апсханелерге атыла. Люди сьогодні полишені права, кримські татари в Криму, на свою культуру, свободу. Владимир Гройсмандан соң хабар саясеті назерінің бірінші мавины именеджі пар сөзге чықты. О сүргінлік фажасын аңнатып, қырымлыларыны себатқа ве сабырға чағырды. Совет режимі вақтынша еді. Қырым татарлар сақ қалмақ, сақлап қалмақ ве ватанларына қайтмақ үшін жесарет ве метінлік тапы болды. Еминім кене ойле олажақ. Ишғалының ilk құрбаны олған Решат Аметовны Украина президенті Украина қараманы ұнванынен тағдірледі. Бұақта Петро Порошенко Киевде өткерілген сүргінлік құрбанларына аңма ақшамында сеслендірді. Решат Аметов Қырымны ишғалжелер запт еткен вақыт назірлер шұрасогыне бұрозы наразылық бүлдірмек үшін шыққаныды. Мейданны незарет еткен самооборона векелері оны тұтып, арабаға мендірді ве белі олмаған ерге алып кеттілер. Оның жесеті 2 аптадан соң Қарасу базар живарында тапылды. Аметов қиынап өлдірілгені белі. Оның қателері әлі да жезаланмады. Меджлис рейсі Путинны Сталиннен қияслады. Халық депутаты Рифат Чубаров парламентте чықышта бұлынып, 1944 сенесі майыс 18 әдеселері ақында екее етті. Оның чықышы вақтында дегер халық депутатлары да минберге чықмаға башлады. Чықмағанлар айтқанларына аяққа тұрып дүңледілер. Халық векелерінің еш ерлерінде бүгін Қырым татар байрақлары барады.
у своєму маніакальному прагненні очистити Крим від його Путин Кырымны ерлі сакенлерінден бошатып, Русиялілерінен толдырмаға істей. Путин озыны Сталиннің издеші оларақ көстере. О есе Кырым татар халқыны 1944 сенесі майысының 18-інде ватанларından сүргін өтмеге емер еткені да. 17 травня 1944 року. Украина баш прокуратурасы Кырым татарларының сүргінлігінде қабатлы олған шақысларға шеклеме сеслендірді. Баш прокурор Юрий Луценконың айтқанына көре, Кырым татар халқына япылған жинайттен Совет бірлігінің елбасшысы Иосиф Сталин ве Совет үкіметі Мудафа комитетінің рейсі Лаврентий Берия месулетледір. Прокуратура темсілчілері жинайтабаға 25 том мәлімат топлағанлар. Анда сүргінлік шатларының танықлары ве Кырым татар халқы телефлері аксетілі. Йдеться не лише про відповідальність Сталіна, Берії і інших високопоставлених катів різних народів колишнього Радянського Союзу. Йдеться і про тих виконавців цих злочинних наказів, які все ще живуть. І знову ж таки, це попередження нинішнім. Бездумне виконання злочинних наказів в окупованому Криму, на частині окупованого Донбасу, рано чи пізно завершиться криминальными справами и покаранием. Спасибо за эту работу. Я думаю, что она проделана по аналогии с расследованием Голодомора, по такому принципу. Это, конечно, очень большая моральная поддержка для нашего народа, который сейчас опять оказался в условиях оккупации. Я думаю, я надеюсь, что вот это следствие будет завершено до своего логического конца вынесением соответствующего приговора. Киевдегі Аль-Райт Ислам мерkezінде сүргінлік еллығына бағышланған дуа мерасимі олып кечті. Оны Умма Украина мұсылманлары діни дәресінің муфтисі Саид Исмагилов алып барды. Келгенлер 1944 сенесі геноцидінің құрбанларына аңды. Allah'ım ibadetlerimizi, tutkan oruzalarımızı, namazlarımızı sen kabul et ya Rabbel Alemin. Allah'ım bütün yakınlarımı sen rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Сегодня, 18 травня, в мечетях Бүгін Украины... майысының 18-інде Украина жәмелерінде Қырым татар халқы сүргінлігінің құрбанлары аңыла. Фарқлы медетлерге айт мұсылманлар бірдемлік көстеріп, бұ ажына Қырым татар халқы оғраған бұ геноцидны есеті. İnsanlar жәмелерде топлашып мұқадес Құранның аyetlеріні оқый, бұ сүргінлігінің құрбанларына аңып, дуа оқый. Киевнің Ислам мерkezінде де бөлі бір мерасим олып кечті. Украина тарихында ilk sefer Кырым татар геноцидінің құрбанларыны аңма күнінде Киев патриархатының Украина ортодокс келсесінің бұтын ибадетханелерінде чаң қақылды. О там өйле вақтында башлап 5 даққа сұрды. Каких-либо народов это неприятное событие в любом случае. Конечно же, сейчас мы видим... Алазырда анда Украин халқының тақдирінде саяси жеттен doğru bir қарар жоқ. Farklı memleketlerde azlıqlar, farklı millet ve halklarının taqdirinde doğru karar alınmay. Bu tek Ukraina ve Rusiyaga ait değil. Bütün dünya öyle. Bu kederli bir hadise. Bu facia burada tekrarlanmasın deb, onu elbette bilmek gerekmez. Событие печальное, и, конечно, мы должны больше знать об этой истории, чтобы не повторять ее. Şimdilik bu bizim sonki haberimiz. Efirni bugun yayını devam ete. Ayrılmanız. Görüşmek üzere.